Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қалайсыздар? Бүгін бізде 3-ші бөлім жүзгін жүз өмірдің. Бүгін біз алдында істеген заттарымызды білетін жасында біз шахтаға барып железа тауып өзімізге сет жасап мал шаруашылығы, егін шаруашылығын істеп алған болатынбыз достар, және кереметтей үй соғып жатқан боламыз. Біз осы үйді сәл аяқтап береміз деп қоймын. Өйткені мынау үй өзіме де ұнамайды, өйткені қарасаңыздаршы, мынау не терезе үй бола ма? Сол үшін мен өзіме терезе жасап алатын боламын. Қазір бірінші лопата алып алайын. И лопатамен біз өзімізге су жаққа барып өзімізге жасап алатын боламыз. Ой. Бұны бақып тұрсам. Мына жерге құмалға келген сияқты едім. Ебайды. Мына кімнің үйі? Кішкентай ғана басы соғып кетті достар. Мынау шахтаға кетіп қалған сияқты ғой достар. Ебайды. Мына костер жағы өзімен бірге кетіп қапты достар. Ебайды. Еба заттары бар екен. Орла кетейін ба достар? Бірақ кейін ол адаммен өзім танысып көремін енді. Костюры бар екен өз. Енді выживать етіп отқан адам сияқты. Достар, менімен бірге адамдар выживать ететін ғой. Ева достар. Достар, біз енді мына адам келесі бөлімде келсе, осы адаммен танысып көретін боламыз. Достар, енді мен өз үйіме қарай кетіп баратын болатын. Так. Достар, аз уақыттың ішінде уже түн бұқатты. Достар, осымен қазір ұйықтап онымен араласып көретін болам. Бұлтында ұйықтайын. Бұл мерда менен басқа адамдар да өмір сүреді екен. Достар, мен енді бүгін келесі күн мен уже бақынаға терезе соны істеп алатын болдым. Бірінші өзіме ертіп алайын. Бұларды көмірмен ертіп алайын. Соны өзіме терезе жасайым да шахтаға аттанатын боламын достар. Ал біз шахтада алмас табуға тырысатын боламыз достар. Бірақ қайдан білеймін, бүгін тек қана терезе жасап өтеміз. Ана адам кім болды екен деп көп ойланып кеттім ғой. Бүкіл ойым сода болып кетті. Достар, ол кім болды екен? Ол қандай адам болды екен? Ол шахтада екен мүмкін. Мүмкін қайтып барып көрсем қалай болады екен достар. Ол үйіне келді ме екен? Давайте достар, бүйтейік. Осы видеоға смело лайктарды басып тіркеліп комментарий жаз. Достардан жіберіп. Осы видеоға лайк басып кәдімгідей қолдап кетіңіздер достар. Келесі видеода ол бала кім екенін табатын боламыз. Және онымен танысып, онымен общение ұстайтын боламыз достар. Мен өзіме терезенің кішкентай бөлігі 16 штугын жасап аламын. Сөйтіп, мына жерді қойып шығатын боламын. Қойдық. Бетіп қойдық. Қойдық. Достар, біз өзімізге терезе қойып алған болатынбыз. Енді соны қасап қойайын. Ол біз шахтаға аттанатын боламыз достар. Бірінші өзіме шахтаға керек заттарды алып алайын. Қолымда бар екен. Пакелім бар. Бар тапқаным осы. Алдында келген шахтымызға қайтан келдім. Бұның түбін ақтару керек. Бір нәрсе табылып қалар ма деп келдім енді. Сөйтіп мен әр жерді қарап, мына жерді қарап, бір алмас таптым да Варден қаласына тап болдым. Сөйтіп алмас алып алам. Бай достар, тағы алмас тауып алдым. Бірақ мына жерде Варден шығып достар. Мен мына жерге өзіме достар мынаны қойып алатын боламын да. Перстак және өзіме пешке жасап аламын. Достар, енді біз қайнатып алатын боламыз. Сөйтіп өзімізге железіне кіріп жасап, ана жердегі тұрған
2 алмазды алатын боламыз достар. Бізде 2 алмаз бар. Құттықтап қойсаңыздар болады. Біз ең алғашқы алмаздарымызды тауып жатырық. Мен мына жерден палка жасалайын. Палка жасалайын. Үшіншісін алайын. Енді достар, біз өзімізге железный кирка жасаймыз. Сразу өзімізге ауыстырып аламыз. Вот бізге железный киркамен достар не істейміз? Оны алмасты. Барды ешкі қалмасыншы. Достар, біз ешексіз. Осылай біз өзімізге. Оны бардың деген. Біздің қасымызды үшін мен өзімді жауып қойдым. Алмаз көп тапқан достар. Енді төбеге қарай сипақ сеуі керек достар. Достар, біз енді өз үйімізге қайтатын боламыз кеттік. Достар, енді үйге келдім. Бағана көрдіңіздер ғой, барденнің қасында алмазды алғанымда. Достар, мен бүгін қанша алмаз тапты деп ойлайсыздар? Бүгін мен 9 алмаз тапқан болатынмын. Өзіме алмаз меш және өзіме алмазны кирка жасап алатын боламын достар. И ажаным алмазны ботинка жасаймын. Бізде алмазный сеттің біреуі болсын бар достар. Достар, қалай ойлайсыздар? Алдыңғы келесі бөлімде біз ана тұрған, біз бар келді ғой, көрейікші бар қайтан. Ана уже өзгеріп кетті достар. Ана үйге барып, достар, біз сол келесі бөлімде ана үйге барып кім тұратын зерттейтін боламыз достар. Ендеше достар, сау болыңдар, аман болыңдар достар. Осы видеоға смело лайктанды басып, комментарий жазып, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Келесі бөлімде ана үйде кім тұратынын анықтайтын боламыз. Ендеше достар, сау болыңдар.